Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер. Сіздермен бірге Республикалық Хан ТВ телеарнасында өмір дамы бағдарламасы. Бүгін эфирдің қонағы Гүлім Абдолова, кәсіби психолог. Сәлеметсіз бе, Гүлім ханым? Бүгінгі күні бүкіл әлемді мазалайтын сұрақтардың бірі ол артық салмақ. Статистикаға жүгінетін болсақ, жер бетінде 18 жастан бастап 2,5 миллиард ересек адамдардың артық салмағы бар. Оның ішінде семіздікке шалдыққан 890 миллион. Ал балалар арасында 5 пен 19 жас аралығында 390 миллион адам артық салмағы бар, және де 160 миллион семіздікпен ауырады деп айтсақ та болады. Қазақстан бойынша 2,800,000 адамның артық салмағы бар, және де 35,000 адам бізде семіз. Осыған байланысты бізде бір қатар сұрақтар туындайды, Гүлім ханым. Неге қазіргі таңда осындай жағдай қоғамда орын алып отыр? Соны жалпылап айтып кетсеңіз. Саламатсыздар ма? Қош көрдік. Ең бірінші осы артық салмақпен күресіп келе жатыр. Қазіргі таңда бізге Америкадан, Еуропадан келіп осы фастфуд өнімдері, тез дайындалатын тамақтардың кесірінен деп айтып жатады. Бірақ бұның түпкіріне келетін болсақ, бізде өзіңіз білесіз, 1930-34 жылы ашаршылық болды, одан кейін екінші дүниежүзілік соғыс болды, ұлы отан соғысы болды. Сол кезде бізде енді тамақ тапшылығы болды. Ал қазіргі біздің эволюцияда, қазіргі біздің ғасырда супермаркеттерде тамақтар өте қатты толып тұр. Сол эволюция осындай тамаққа дайын болмады деп ойлаймын. Өте көп мөлшерде оның пайдалысы бар, зияндысы бар. Бізде сол заманнан келе жатқан біздің ұрпақ бізде запас жасап, көбірек продуктыны алып қойып үйренген ұрпақтың біз ұрпағымыз қазіргі таңда. Сол себепті ондай қатты дамып кеткен тамақтануға біз әлі дайын емеспіз деп ойлаймын. Өте көп мөлшерде тамақ бізде қазір. Ал аштықтан немесе эмоциядан тамақ жейтіндерді қалай түсінуге болады? Көбінесе айтады ғой, ашпын, болмаса әртүрлі эмоцияға шалдықтым деген. Бізде аштықты тамақтануды айтатын болсақ, оны түріне бөліп айтуға болады. Психология жағынан алып қарайтын болсақ, бізде өзіңіз білетіндей анорексия, булимия, жаңағыдай ортексия деген сияқты әртүрлі оның диагнозы болады. Мысалға, булимияны айтылатын болсақ, невроздық булимия деп айтады. Біз адамдар тамақ жейді, тамақ жегеннен кейін ол адам өзін кінәлі сезінеді. Ішінде бір какой-то тревожность пайда болады. Сол кезде адам біреулері тез барып спортзалға барады, жырғайды етеді, біреулері тез барып слабительный дәрі ішуі мүмкін, арықтататын таблеткалар ішуі мүмкін. Сол сияқты анорексияны білеміз. Адам 20 кило болса да айнаға қарап өзін толық сезіну мүмкін. Және де бізде импульстық тамақтану дейді. Адам өзінің проживать етпеген эмоцияларына тамақтану. Ол бізде күндіз күні бойы, мысалы, мен еш нәрсе жемедім, кешке басталды дейді ғой. Күндіз күні бойы біз не істейміз? Жұмыс істейміз, шаршаймыз, тревожность болады, боль болады, страх болады. Әр күні әртүрлі эмоциялар болады. Біз соны проживать етпейміз, қабылдамаймыз, до конца түсінбейміз. Сол кезде бізде үйге келіп, сол эмоцияны орнында отыратын кезде біз тамақ істейміз. Ал бізде сол екі ғана орта болады. Ашылу мен тамақтану. Ашылу мен тою деп айтсақ болады. А точка мен Б точка. Міне осы жерде біз ашықтық және тамақты іштік, және тойдық. И осы жердің, осының ара жігін біз ажыратқан кезінде біз өзіміз тоқтата аламыз. Ал кешке
кешке адамдар көбінесе түнде де тамақ жеп қояды ғой. иә жаңа айтқандай импульстік тамақтану деп айтады. Ол өзінің сол проживать етпеген эмоцияларымен, сол эмоцияны мен не істедім, мен неге бұндай болды, мен кімге ренжідім, мен неге осындай боль болып жатыр менде деген сияқты сол түсініп, до конца қорытып, ол кезде енді әрине психолог көмектеседі. Сол кезде өзін до конца түсінген кезінде адамда ондай передание деп айтады ғой, бір жерден тыс тамақтану болмайды. Көп тамақтану болмайды. Сол үшін ең кезекте бізде бірінші очередь оның біз 5 жолы бар деп айтамыз. Бірінші жолы психологқа бару. Яғни кей кезде адамдар қателесіп жатады. Біз психологқа барамыз, азып кетеміз деп ойлайды да. На самом деле психолог азуға көмектеспейді. Сол эмоцияларды шығаруға. Мысалға біреулер жылап жатады, ой кешірім сұраймын дейді да. Ол жылау психологиялық дені сау адамда нормально. Жылай білу, күле білу, сол эмоцияларды проживать ету, ол психолог соған көмектеседі. Одан кейін барып ол өз-өзін түсіне бастайды. Ал неге тамақтану режимін сақтау өте қиын көп адамға? Енді қараңыз, бұл жерде енді бізде ол тамақтану режимі дегенде бізде социум оны бізде қалыптастырып тастаған. Мысалға қыздардың фигурасы 90-60-90 болу керек, ол 40-ші размер кию керек, келесі сағат аптадан кейін тамақ ішпеу керек деген сияқты. Мына біздің социумның бізге құрып берген қағидалары, қоғамның бізге кішкене ғана коридормен жүріп өту керек сияқты да сол жерде. Содан ауытқып кетсек, немесе жаңағы азып кетеміз, немесе толып кетеміз деген сияқты бір социумның құрып қойған қағидалары негізі. Бірақ адам ол өз жасында физиологиялық жағдайына, денесіне қарап, сол моментте өзіміз не керек екенін түсінетін болсақ, бізде ол нәрсе болмайды. Мысалға бізде күздің кезінде дәмді көкөністер, жемістер шығады. Біз білеміз күзде шығатынын. Әр жемістің, әр көкөністің өзінің гүлдейтін несі болады, сезондар болады. Сол уақыты болады, сол уақытында біз түсінеміз. Тура сол сияқты біз қай кезде тамақтану керек болатын болсақ, қай кезде ашылу керек болатын болсақ, соны біз ара жерін жаман мен жақсы ажыратып алсақ, бізге режим деп миымыз шектеу қойып қоймай, оңай соған сол кезде. Ал мысалы Гүлім ханым, сіз қалай ойлайсыз, неге адамдар тәтті тамаққа я болмаса мына зиянды тағамдарға ұмтылады, көп жейді сондай тағамдарды? Енді ол жерде де біз тағы да айтамын, жаңағы импульс тамақтану дейді, эстроген гормоны біз шамадан тыс көп бөле алмай, біз соған жүреміз. Бізде эстроген гормоны яғни дұрыс бөлінбейді. Сол кезде біз тәттіні ғана емес, біз зиянды сусындарды, алкогольдік сусындарды әркім әртүрлі проживать ететін эмоцияларын, біреулер тәтті жейді, біреулер алкоголь ішеді, біреулер үйін жинау да. Сол сияқты сол жерде тек қана бұл жерде бір фактор ғана емес, ол жерде психологтың көмегі болатын болса, ол дәрігерге барып қажетті анализдерін тапсырса, бір фактордан адам толып кетпейді, бір фактордан адам асып кетпейді. Мысалы, ой, бұл ген той деп бәрібірден семіз болу деген уже кішкене миф та, ол шындыққа жанаспайды. Ол дәрігерге қаралса, психологқа жұмыс істесе, дұрыс тамақтануды ұстаса, соны ішсе, спортпен айналысса, бізде ешқандай не болмайды. Бірақ бұл жерде де адамның өзінің жанына жақын табу керек, қалай қолайлы. Мысалға біз біреу бокспен айналысса, немесе біреу футболмен айналысса, сен осыған бар деп айта алмаймыз. Адам жағына жайлы нәрсені ортаны табу керекпіз. Мысалы, соңғы кезде қоғамда жиі кездесетін пікірлердің бірі, адамдар мысалы жұмыста бастықтар және жоғары білім оқу орындарында студенттерге мұғалімдер айқайлайды деп сөйтіп жатады. Көп адам күйзеліске түседі, әртүрлі. Біреу кредитін төлей алмай жүреді. Ал қалай осы жағдайда тамақсыз жеп қоя береміз дейді да, күйзеліске түскенде, депрессия, стресс кезінде тамақсыз күйзеліспен қалай күресуге болады? Жаңағы айтып өткендей, ең бірінші психологтың көмегін ұсыну.
Одан кейін мен өзімнің жеке басыма келетін болсам, мен өзім 11 кило тастаған артық салмақпен күрескен адамдардың бірімін. Бірақ жаңағы айтқандай бірнеше факторлар өте маңызды. Дұрыс тамақтану, спортпен айналысу, ұйқыны дұрыстау, психологқа бару. Бізде ми, ақыл, одан кейін жан дүниеміз және физиологиялық теломыз бар. Үшеуі бізде барлық нәрсе баланста болу керек. Бізде совет үкіметінің адамдары сол жақты ұрпақтарын айтатын болсақ, бізде ақылға салады және денемен жұмыс істейді да, жан дүниені қалау деген нәрсені бәрін ысырып қояды бізде. Жаның не қалап тұр? Дәл осы кезде соны біз ақылға саламыз, жан дүниемізді тыңдаймыз және физиологиялық теломызды қоссақ, үш нәрсені біз баланста ұстасақ, біз ешқандай анорексия да болмайды, шамадан тыс тамақтану да болмайды. Және де барлық жерде баланс болу керек. Баланс. Жол жібермеу керек өз балансқа. Ал неге көп адам мысалы менде жұмыс бабында кездесем, өз денесін қабылдай алмайды. Өз денесін қабылдай алмағанда бізде жаңа мен айтқан социумның қойып қойған талаптары болады. Мысалға сен мынандай салмақтасың, мынандай ростқа 50-55 кило болу керек, 60-65 кило болу керек, ол коридордан шығып кетпе деген сияқты болады ғой. Бірақ мен айтар едім, психологиялық тұрғыдан алатын болсақ, адамның өзін біреумен салыстырғаннан бұрын өзін өзімен салыстырса, сол кезде күресу оңайырақ болады. Мысалға анауға қарағанда, анау 50 кило ғой, мен де сондай болуым керек, мынау 60 кило ғой емес, мен осыдан 1 жыл бұрын қандай болдым, қазір қандай, мен 10 жыл бұрын қандай болдым, ал қазір қандаймын деп тек өзімен өзі жұмыс істеу деген бар. Осы негізі өзіңмен өзің арпалыс, өзіңмен өзің салыстырғанда ғана адамда нәтиже болады. Бізде әсіресе қазақтарда кімнің баласы жақсы десе, көршінің баласы жақсы. Әр адам біреуді, әсіресе ата-аналар балаларын біреудің баласымен салыстырады. Бұл да қателік деп есептейді. Өйткені жанұяда біз білмейміз ғой, үйінде қалай екенін, ол қалай сыртқы көзбен көріп бағалаймыз. Ал дұрыс тамақтануға тұрақты уәждемені қалай қалыптастыру керек? Дұрыс тамақтануға тұрақты. Енді бұл жерде бізде накопительный эффект деген бар. Білесіз, кішкенеден сол нәрсеге келуге болады. Даже ол жайлы кітапта бар. Накопительный эффект деген 3 адам болады. Соның біреуі күнге жұмысқа барғанда аудио кітап тыңдап барады. Біреуі күнге телевизор көреді, біреуі еш нәрсе істемейді. Олардың 1 жылдан кейінгі өмірінде аса қатты өзгеріс болады. Аудио кітап тыңдап жүрген адам жұмыста көтеріледі. Тура осындай сияқты. Бізде тамақтану барысында бізде накопительный эффект болады. Кішкенеден бастаймыз. 180 градусқа радикалды өзгеріс бізге керек емес. Кішкенеден бүгін мысалға нан жемесеңіз, бір апта жемесеңіз, оған үйреніп кетесіз. Бүгін тәттіден бастатсаңыз, бір апта жемесеңіз, оған біз барлық нәрсені кішкенеден ғана істеу керек. Сол кезде бізде накопительный эффект болады. Оның результаты көбірек болады. Мысалға біз шың таудың басына шығатын болсақ, бірден шықса ол мүмкін емес. Ол нәрсені бәріміз білеміз, жайлы өзіңнің темпімен шықса, шаршамайсың, шалдықпайсың, ішегіңді қылмайсың, соқпайсың. Тура сол сияқты. Накопительный эффектті ұстанған адамда результат өте мықты болады. Даже тамақтануымыз басқа саламыздан. Өйткені мысалы даже салмаққа тоқтайтын болсақ, салмақта бір күнде жиналмайды ғой. Салмақ ол жай жылдап, айлап, жылдап сөйтіп жиналады. Бізде мысалға шамадан тыс айтады ғой, бір айда 30%-ға адам салмағы жоғалтса, бір ол уже дұрыс емес ол. Егер де мысалы айтады, ой, мен алдында 10 кило тастаған едім, сөйтеді да қайтып уже салмақ тастауға кіріседі. Ол уже 10 килосын жинап алған қайтып. 10 кило тастаймыз еді, тасталмайды. Ал бізде теломыз, миымыз өте ақылды. Міне адам көп түсінбейді не болады. Ана адам алдында 10 кило тастаған еді ғой. Енді тағы да тастайтын кезде ол уже жаңағы біздің ұрпақтарымыз сияқты запас жинамалы запас жинағаннан кейін ол салмақ орнынан қозғалмайды бізде.
сол үшін организмді стресске түсірмей әдемі үлкен жұмыс бастайды. Және психологиялық тұрғыдан айтқанда мен азамын, салмақ тастаймын емес, тоже визуализация ол қазір мен көркем түрде, демалсам түрде комфортно салмақ тастауға деп өзінің сөйтіп отыр. әрекет жасау керек. Өйткені дәрігерлердің де айтуы бойынша осы біздің бағдарламамызға спикер ретінде дәрігерлер де келеді. Жалпы норма ол аптасына 1 килограмм жайлы тастау. Ал мына 10 килограмм бір айда 20 килограмм ол біз өзіміз денсаулығымызға қарсы жұмыс істеп жатырмыз дейді. Кәсіби мамандардың айтуы бойынша. Ал дұрыс тамақтануды өмірдің табиғи бөлігіне қалай айналдыруға болады? Енді қараңыз, тамақтану деген біздің өміріміздегі ең маңызды дүниелердің құндылықтың бірі. Бірақ өзім жеке басым практикасына келетін болсам, мен де интервальный голодание деп отырсың, голодание деп отырдым, кешкісін тамақ жеу бәрі өтіп келе жатырмын да. Бірақ сол кезде біз миымыз дайын. Мен айтамын, тамақ ең маңызды емес дәл қазір. Сен үшін дәл қазір бұл нәрсе маңызды болған берем. Одан да маңызды құнды нәрселер бар өмірде деп миыммен сөйлесу өте маңызды. Біз миыммен всегда біздің миымыз өте ақылды. Миымызды дұрыс өте нәрсе жеткізуіміз керек. Ал Гүлнұр ханым, сіздің ойыңыз бойынша біз қазіргі заманның адамдары не үшін тамақ жейміз? Тамақ жеудің жақсысы, жаманы деген нәрсе жоқ. Тамақтардың өзін жақсыға жаманға бөлудің өзі бір кішкене ислам дініне келтірсек дұрыс емес істеу. Мына тамақ жаман, жеп отқан тамақ, мына тамақ жақсы деп бөлу. Дәл сол моментінде сізге жаныңызға жақын не керек, не комфортны білу және түсіну сол нәрсені жеу. Мысалға, Нидерландыда балалар үйінен 6 айлық бала мен 2 жасқа дейінгі балаларды алып өздеріне не жасайды? Сараптама жасайды. Оларға 1 жыл бойы барлық тамақты береді. Олар ас, түскі ас, кешкі ас деп бөлмейді. Барлық нәрсені алдарына қояды. Олар жейді, бірақ олар оны түсінеді. Тағын жеу керек екен, түсті жеу керек, кішкене баламызды олар түсінеді. 1 жылдан кейінгі медициналық зерттеулерге келгенде балалардың денсаулығы өте күшті жақсарған. Сонда қазіргі енді олардың зерттеу айтқылары келген нәрселері, яғни сен өзге не керек екенін түсініп жесең, переедание болмаса, яғни тамақ жеу керек кезінде жесең, сенде ешқандай толығу болмайды. Осының ара жегін ажыратып алу керек бізге. Ал бізде жаңағыдай эмоцияға, стресске, тревожность, раздражениеге салынып жеген тамақ әрине біздің бір жерде тұратын ауруға айналуы мүмкін, қатты салмаққа айналуы мүмкін, булимия, анорексияға әкелуі мүмкін. Сол үшін жаман жақсы емес, өзіне дәл сол моментте не керек екенін біліп білсін. Тамақ жеу уақытымен жесек, ешқандай бізде қатмаш. Яғни біз тамақты энергия алу үшін жейміз, әрекет жасау үшін жейміз, жұмыс жасау үшін жейміз. Көп адам соның өзінде тамақты не үшін жейді? Ләззат алу үшін жейді. Біз негізі мысалы, сіз табиғатта көрдіңіз бе, семіз арыстан, артық салмағы бар. Арыстан семіз болса, ол не істейді? Ашып өледі. Бізде табиғатта семіз құс бола ма? Бүркіт көрдіңіз бе? Ол да бүркіт мысалы семіз болса, ол ұша алмай қалады. Сол сияқты адамдар да артық салмақ болса, бізде енді жануарларға қарағанда біз дамыған табиғаттың бөлігіміз. Біз тағы да бір кітап бар, почему у зебры не бывает стресса деген өте қызық керек кітап. Тоже психологиялық жағынан алып келген. Сол жерде айтады, мысалға, зебраны арыстан қуатын болса дейді. Жиінде қуатын болса дейді, зебра барлық скоростьпен қашады дейді. Получается, ол стресстен, қорқыныштан қашып жатыр да, ол мен жеп қоямын, тірі қалайын. Ал бізде адамдарда не болады дейді, біз менде депрессия, стресс деп диванда жатады дейді да, ол ары қарай зебра құбылы жоқ дейді, менде осындай болады, мен әрекет етемін, маған не көмектеседі қазір,
қай жаққа барсам қандай шешім табылады емес, диванда қайғырып жатады дейді да. Сонда біз неліктен өзіміз осознанный нәрсеге келмейміз дейді да, сол кітапты осыны. Рахмет ханым. Ал неге адам өзінің құндылығын салмақпен немесе сыртқы келбетімен байланыстырады қазіргі таңда? Иә, жаңағы айтқандай, социумның бізге ортаны қалыптастырып қойған ғой, ол негізі. Осы не болмаса, осындай, осы салмақта болмаса, толық сызғандай сияқты. Бірақ әрине артық салмақ деген біздің қазір күресіп келе жатқан затымыз ғой. Артық салмақ болуы, конечно, желательно болмағаны дұрыс. Бірақ артық салмақпен тамақтанумен дұрыс тамақтанудың да біз ара жатуы керекпіз. Тамақтану емес, дұрыс тамақтану. Тамақ жеу емес, тамақты көп жеп қою деген сияқты. Осыда біз кішкене разницаны алсақ, бізде ешқандай артық салмақпен проблема болмайды деп ойлаймын. Ал Гүлім ханым, мысалы фигура мәселелерінде өзің басқалармен салыстыру көп қой, әсіресе әйелдердің арасында, иә? Соның қалай тоқтатуға болады? Жаңа мен оны да айтып отырмын. Яғни бір адаммен емес, өзіңмен өзің салыстыру керексің. Өзіңмен өзің салыстыру керек. Оны да біздің мына қазіргі таңда аздыратын массаж жасайтын аппараттар, аздыратын таблеткалар өте қатты қоғамда көп. Олар не қылады, өздеріне шақырады, о, сен келмейді екен, мынау саған болмайды екен, мына салмақ деп олар өздеріне реклама етеді, өткізу керек. Қандай да болсын жолмен олар өткізу керек та. Сол үшін де қазір біз ортаны қалыптастырғаннан бөлек сондай нәрселерді өте қатты көбейіп кетті. Ол әйел шақырылады, ол сен ешқандай неге сәйкес келмейді екенсің, ол әйел, конечно, стресс алады да. Это заңдылық қой. Ал енді жаңа таблеткалар айтатын болсақ, сиқырлы таблеткалар жоқ. Бір шешімі ауызды тыю. Және сол өзіңіз айтқандай барлығын баланста ұстау, иә? Физикалық жаттығулар, дұрыс тамақтану, тамақ кезінде адам өзінің миын қосып, не жедім, не ойымды ойлану, иә? Біз өйткені жануарларға қарағанда біздің ойлану қабілетіміз бар, соны көбірек пайдалануымыз керек. Ал енді осымен бағдарламамыз аяқталды. Керемет сұхбат болды деп есептеймін. Сізге көп рахмет. Гүлім ханым келіп, осы алтын уақытыңызды бөліп эфирге қатысқаныңыз үшін. Ал көрермендерге тілейтінім жақсылық, сау саламат болыңыздар, ауырмаңыздар және де керемет сәттерде жүздесіп тұрайық.